Абайдың шығармашылығына қарап отырсаңыз, жалқаулық, арсыздық, алаяқтық, сұмдық, осының бәрін сынап келеді да, айналып келген кезде елді адам болуға, толық адам болуға шақырады. Толық адам болудың бір жолдың бір кәсіп табу сияқты көрсетеді абай. Адал бол, бай тап. Адам бол, мал тап. Қуансаң сол көзде дейді. Есектің артын жусаң да мал тап дейді. Өйткені жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын деп зарлайды абай. Сосын айтады, егер мал керек болса, қол өнер үйренбекке керек дейді. Мал жұтайды, өнер жұтамайды, алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қазақтың қол өнерлі адам, ол қазақтың әулиесі сол дейді. Әулие деген адамға да, Аллаға да жаққан тұлға деген сөз ғой, былайша айтқанда. Қол өнер деп отқанда, қазір тілмен айтқанда инженерия, бір нәрсенің мәнін бір нақты бір кәсіп игер. Қол өнер сосын екінің бірінің еншісіне тие бермейтін бір ерекше өнер. Осыған қазақты, көшпелі қазақты бір енді қол өнер көбінесе отырықшы елге тән дүние ғой. Соған қарай қазақ тартқысы келеді. Мән беретін болсаңыз, абай мал жұтайды деп отырғанда, мал керек емес деп отқан жоқ. Малды таппа деп отқан жоқ. Мал жұтайды деп ескертеді. Ол жұтақ қалатын нәрсе. Сонда сенің мақсатың мал болмау керек, оны табатын жол болу керек, соны табатын жолды меңгер дейді. Абай профессионал қазақты көргісі келді.